Шақырды jutsu. Осында қал. Жұп-жұқа бір ер. Бір ерден өтіп мені табылғанын қандай қызық. Сенің қоласында болғанда мен шекараның көзін анық сезе алдым. Техниканың тағы бір кемшілігі. Ақыры келіпсің, онда саған айтарым бар. Сен мені өлтірсең де қайта тірілту тоқтамайды. Тіке айтсам, менен басқа ешкім оны тоқтата алмайды. Мұндай сәттіліктің болу заңды ма өзі? Әйтеуір жетім ғой. Мұндай жерге не үшін? Мына дауыс. Кабуто. Бұл техниканың әлсіз тұсы да, кемшілігі де жоқ. Асық айтар болсам, ештің ести алмайсың да. Өзің көріп тұрғанымдай, ағаңнан көздерін саған отырғызғанда бүкіл дүние төңкеріліп кетті. Тоби соғысты бастағаны ма? Бес ұлы шиноби ұлттары бізге қарсы бірігіп шиноби бірлестігін құрды. Ал біз 100 мыңға жуық ағзы су шығара аламыз. Және мен қайта тірілткен отрядтар бар. Сен ағаңмен көріскенің сол қайта тірілтудің арқасы. Алайда бұл жоспарды құрған Учиха Мадари екен мойындаймын. Ол тура сен екеуің сияқты. Оның да ала алмаған кегі бар. Міне сондықтан ол ай көзі деген жоспарды құрды. Оның құйрықты пайдаланып бүкіл дүние жүзіне генджусы орнатқысы келеді. Ал сен қайта тірілсең мұнда не істеп жүрсің? Учиха Итачидан басқа кім енді? Басқа кім қайта тірілу техникасын өз генджутсумен өзгерте алады? Сенің ағаңның мұнда келуі тек сені өлтіру үшін. Қайта тірілту. Тауыпсың пайдаланатын техниканы. Бұл техника адамның жүрегін басқара алмайды. Тыныштықта болмаған жандарды қайта тірілдіп, бәрінің жүректерін қайта қинап отырсың. Кешегі өлгендердің бүкін шайқасы қандай ауыр екен білесің бе? Әйтеуір қайғы қайсыреттен өтті дегенде, ал енді сен жиіркенішті jutsuыңмен Учиха клан қырып тастаған адамның жүрегі сондай нәзік екенін кім біліпті? Сонда сен өз істегеніңе өкінемін деп айтқың келіп тұр ма? Саскэ-кун, сен Учиха кланын жойған Итачиді қайда жеңгің келеді ғой? Мен сен үшін осында қалып келдім. Ал екеуміз бірігіп Итачиден құтылсақ қалай қарайсың? Екеумізде де жылан тектес күш бар, ұстазымыз да бір. Мен үшін ұстаз емес. Сонымен сен кімнің жағындасың? Кейін сөйлесеміз, бірақ оны өлтірме. Егер сен техниканың иесін абайсыз өлтіріп қойсаң, техника таралмай қалады. Менің Цукуйоми алып техниканы тоқтатын белгілерді суырып аламыз. Бұл техниканың әлсіз тұсы мен кемшілігі менің болмысым. Итачи, сен өмірі маған келесі жолы дей беріп ақыр аяғында өліп қалдым. Осымен жетер. Бұл жолы сен айтқан сөзіңде тұратын боласың. Адамның мінезі өлгенше өзгермейді дейді. Ал мен өліп кеткенмін. Екесе қызық. Интеллектуалды элита мүшесіне бұлай қарап тұрудың қажеті жоқ. Генджусы столып қалмау үшін жыландар температураны сезеді. Оған қоса тілдері мен ауадағы иісті жақсы сезе алады. Бұл менің элементім. Табиғаттың өзі мен жақта. Тұзаққа түсіп қалма. Қатты қорақпай қойыңдар. Осакен ғой Сусана деген. Орочимардың күшін көп мөлшерде жұта берген. Бірінші бетіңді жастатын ал енді толығымен тығылайын дедің бе? Әлде теріңді тастап қошайын дедің бе? Орочимардың қалдығын жұтып алып өзіңді мазақ қылыпсың ғой. Менен тығыла аламын деп жатсың ба? Сәске асықпа. Оның чакрасы барлық жерде. Қайсы шын екеніне айта алмаймын. Мен өз денемді сұйықтандыра алатын күшке жеттім. Денемді бөліп сұйықтандыра аламын. Тері тастағандай көрінеді. Бұл техниканы мен Хозуки кланының қабілетін зерттеп жүргенде дамытып алдым. Тағы бір қызық айтайын, Узумаки кланының әйелдерінің емделу қабілеті бар. Өмірлік күштерінің арқасында өлтіру қиын. Солардың бәрін жинап, енді тағы бір жолдасың қызық болып тұр. Біздің шиноби әлемізде дарындылығы жоқ адам өмірге де лайықты емес. Ал егер сенде дарындылық болмай қалса, жолы болғыштардан тартып алып, оны күшейту керек. Мен денемді өзгертіп алғанмын. Рьючи үңгірінде. Миябаку тауы мен Шикотсу орман сияқты аңызға айналған жер. Ақ жылан данышпанның өзі ұстаздық еткен. Мен Орочимару замадан асып кеткенмін.
Сөзге асықпа дедім. Ол не? Жебемді өткізді ме? Менің сезу қабілетім бұрынғыдан әлде қайда жоғары. Табиғат энергиясының өзі мені қолдап тұр. Қарасаңдар, Джуго кландағы адамдардың денесінде табиғи чакран сорып алатын ерекше қасиеті бар. Олардың ашуға беріліп кетіп, аяғасы күші еселеніп, қатыгез болуының құпиясы осы. Орочимару мырзаны Джугоның берсерк ашу қызықтырмаған. Меніңше оның көздеген ол Джугоның қабілетінің негізгі көзін табу. Сосын ұзақ уақыт өткеннен кейін ол олардың тамырын тапты. Тамыр әрі үчіңгірі. Ол күшті бірден өзіне қосып алғысы келді, бірақ денесі бұл күшті қабылдай алмады. Сондықтан мен жеткен данышпан кейпіне ол жете алмаған. Мен одан жоғарымын. Тура Орочимарусың. Тек жартылай жылан болып қалған. Мен ендігі әрі жылан емеспін. Данышпанның күш арқылы мен терімді тастадым. Айдаһар болып өрледім. Сенпу, аппақ өлім jutsuы. Ауаны дірілдетіп техникасы дене мүшелерімізді қатырды. Жылан қабықшасымен көзімді жарықтан қорғай аламын. Денемді сұйықтандырып вибрация қарсы тұра аламын. Алдымен Итачиден құтылғаным жөн. Мөрді қайта жазып, оны қайтадан қуыршақ қыла аламын ба? Шынымен де чакрамды сезе аласың ба? Менің қоласымда болғанда деп едің ғой, иә? Сонда қазір сезбейсің ғой ештеңені. Сенің чакраңды мен сеземін деп ешкім айтпаған. Тек Нагатоның қолынан келген. Менде ондай күш жоқ. Сен өте сақ адамсың, әр жерден өз пайдаңды іздейсің. Уақытпада Саскеге жеткін келді. Сенің белгісіз техникаларыңды біз ерте түсініп қоймай тұрып, Саскені ұстап алып, маған қарсы пайдаланбақ болды. Бүкіл Учиха кланда сенің ерекше қасиетің ол сенің көзіңнің күші. Сен адамның көзіне тура қарап тұрып, ойын оқи аласың. Шайқастағы сенің басы артықшылығың осы. Осы күшіңмен сен бәрін жақсы алдайсың. Сен тіпті өлер алды соңғы деміңе дейін алдадың, өтірік сенің сүйегіңе сіңіп кеткен. Екеуін қосылып тұрған топта менің сілсілі күшіме ешқашан жете алмас. Осы үлкен ағасының арқасында сен оны өмір бойы жек көріп кеттің, ал енді қайда отбасыларың? Есіңде ме, бір тапсырмаға артымнан еріп келіп едің ғой. Мен кеттім. Доңызды аулауға барамыз ба? Ол доңыз дәу дейді ғой, рас па? Елдің егін еккен алқаптарын талқандап жатыр деп естідім. Доңызға көкесін көрсету үшін тапсырман алдыңыз ғой. Бірақ сен жалғыз өзіңсің ғой. Ештеңе етпес, иә, мен көмектесуге барамын. Садақпен жақсы атам, білесің ғой. Бірге көптеген аңшылыққа шықтық. Кешір Саске, келесі жолы. Қуып жетіп олыпсың ғой, өлтіріп қойма. Жарақаттасың тауға қайта кетіп қалады. Қауіпті аймақтарына байла. Есімде әлі. Қазір. Менің катанамен құйрығын кеспі қашайын деп тұр. Мен саған айттым ғой, асықпа деп. Айтпақшы ұмытып та кетіппін. Әншейінде менде миыз жоқ қой. Кешір аға. Көбірек жаттығуың керек. Үйге барғанда мен саған көмектесемін. Қазір сен сол доңызды өзің ақ тоқтата алар едің. Доңыздан бұрын жыланның әңгімесін шешіп алайық. Өзін танымаған адамы ақыры аяғында жеңіледі. Басынан бастап, мен ешкім емес едім.
жетім екенімізді біліп шинобилерге емдеткізіп қойғаны не? Шиноби болмасаң да медициналық нинджутсуң жақсы екен. Кабуто дедің ғой, я? Шиноби болу туралы ойлап бедің? Мықты болар едің, сенімдімін. Мен тек балалар үйіне ақша жинауға көмектескім келеді. Аз болса да бізге және анамызға жетеді. Менің қолымнан келгенше анамыздың жасаған жақсылығын қайтарғым келеді. Қандай өкінішті.